Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Қазір біз Олимпик сарайындамыз. Үлкен дайындық, қызу дайындық, барлық спортшылар залда жүрсе, ал осы жарыста төрешілік ететін, басшылық ететін тренерлер, осы әр команданы ертіп алып келген өзінің жауапты адамдары қазір мастер-класс өтіп жатыр. Ертең судьялық құрамда қандай өзгерістер бар, біздің палуандарымызда қалай бросок жасау керек, қандай жерде ережелер өзгерді, қандай өзгерістер бар, соның барлығын бүгінгі жиналыста осы жерде түсіндіріп жатыр. Бұйырса, ертең үлкен жарыс алдындағы үлкен дайындық қазір соны пысықтап жатыр. Сонымен достар, ертең бір күн ғана қалды. Үлкен жауапкершілікпен өтетін Тұран барысы енді ауқымында байқап тұрған шығарсыздар. Қаншама мемлекеттен, қаншама палуандар, қаншама мықтылар келіп жатыр. Осы турнирде бас төреші болатын Пазбек Қайрат ағамыз. Қайреке, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Ертең үлкен дода, палуандар бақ сынасады. Енді бәріміз мықтымыз деп тұр. Біз күткеннен солай дайындықтарды зор әрқайшыны. Енді осыған келейікші, қазақ күресінде ертеңгі турнирде қандай өзгешелік? Бір кездері осы тіземен түссе, болмаса қолмен түссе, бүгіп айлар бар еді, олар әлі бар ма? Жоқ, біз соңғы жылы біраз қазақ күресінің ережесіне өзгерістер енгіздік. Бүк деген әдісті алып тастадық. Палуанның ішке түссе, қол тисе, күресіп жатқан жағдайда ол оценка берілмейді. Тоқтатады, қайтып бастатады. Бүк деген әдіс алып тасталды. Жамбас, жартылай жеңіс, таза жеңіс. Осылай. Тағы қандай өзгешелік болып жатыр, жаңа семинарда түсіндіріп жатыр. Егер көк кілемнің шеңберден шығарып жіберетін болса, ол толық жеңіс. Дәл сондай жанада егер ол жерге отырып барып лақтыратын болса деген сияқты сондай бір өзгешеліктер бар. Енді ол өзгешеліктер бұрыннан бізде бар нәрсе. Тізе тиіп әдіс жасауға болмайды, кілемнен шығуға болмайды деген бар. Бірақ бізде қазір қатаң соны қаталдатып жатырмыз. Кілемнен бірінші шығады ма, сол моментте ескерту береміз. Шығады, бірінші шыққанда ескерту беріледі. 3 рет шықса, уже болып палуан жеңіс келесі қарсыласына беріледі. Тізе тиіп жасаса, сразу. Бұрындар енді кешіріммен қарап сондай нәрселер болатын, қазір сразу ескерту беріледі. Және бұл жерде әрбір болғанда бірінші, екінші және үшінші ескертуден кейін болды жеңіліс екен. Бірінші ескерту, екінші ескерту беріледі, үшінші ескерту жеңіліс болып қарсыласына жеңіс беріледі. Ескерту берілген жағдайда қарсыласына жаңағы оценка жазылмайды. Ауызша ескерту болады, екінші ескерту, үшінші ескертуде жеңіліс табады. Қазір енді басқа мемлекеттердің төрешілері, ол жақтың жылында жауапкершілігін жетекшілері осы мәселелерге байланысты негізі дайындықпен келді ғой, алдын ала ескертіліп, тек қана бұл жерде біліп жатқан жоқ шығар? Жоқ, алдын ала олардың барлығына жаңағы шетелден келген қонақтарымызға, командаларға біз нұсқаулықтар жібергенбіз. Олар біледі. Бірақ бізде тағы да оларға түсіндірме жаңағы кішігірім айтып өттік. Кешке бүгін 7:30-да кешке кілемде жаңағы өзіміздің берен күртешемізбен спортшылардың барлығын жинап шетелден келген. Сол жерде тағы көрсетеміз. Түсіндірме жұмыстары тағы да көрсетеміз. Рахмет. Құрметті ағайын, ертең енді жауапкершілік әзірден бастап сезіледі. Қаншама мемлекеттер осы жерге келіп, өзіміздің туымызды желбіретіп, елге жеңіспен келеміз деп жатыр. Сондықтан 29 қазан күні Олимпик сарайында немесе тікелей эфирде Қазспорттан осы үлкен доданы жарысы көрсеңіздер болады.